Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай ағзаға өте пайдалы, гемоглобинді көтеретін, ми жұмысын жақсартатын, кальций, сүйекке өте пайдалы белок болатын салат дайындайтын боламыз. Келіңіздер, менімен бірге дайындап көріңіздер және каналыма тіркеліп алыңыздар. Бұл салатты 5 минутта ғана дайындаймыз. Дайындалуы өте оңай. Бізге керекті ингредиенттерімізді бірінші дайындап аламыз. Ол қызылша, пісірілген 3 жұмыртқа, ол да алдын ала пісіріліп, дайындалып қойылған. 2 зубчик сарымсақ, грека жаңғағы және сыр керек болады. Консервадағы бұршақ және майонез керек болады. Алдын ала мен жұмыртқа мен қызылшаны алдын ала мен пісіріп дайындап алдым. Егер осылай тамақ дайындап жатқан кезде алдын ала пісіріп керекті ингредиенттерді пісіріп дайындап қойсаңыздар, былайынан дайындалуы өте оңай. Жұмыртқаны осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мен 3 жұмыртқа қолдандым. Егер көбірек дайындаймын десеңіздер, 4-5 жұмыртқа және қызылшаны сәл көбірек қолдансаңыздар болады, қалауларыңызға қарап. Енді қалған ингредиенттерімізді бәрін өткіштен өткізетін боламыз. Бірінші мен қызылшаны өткізіп алдым өткіштен. Рецептің астында мен керекті ингредиенттерді массасымен жазып қалдыратын боламын. Неке. Қызылшамызды да өткіштен өткізіп, салатымызды дайындайтын боламыз. Неке. Енді мен сырды теркадан шығарып, оны да салатқа қосатын боламын. Егер қаласаңыздар, 4 бұрышты етіп турасаңыздар да болады. Неке. Енді грек жаңғағын өткіштен өткізіп аламыз. Неке, массамыз әдемі болып көрініп тұр. Енді солды үстіне 2 зубчик сарымсағымызды өткізіп аламыз өткіштен. Неке, салатымыз почти дайын. Үстіне енді жасыл бұршағымызды саламыз, тұзын саламыз және майонез салып, жақсылап араластырып, тарелкаға тарататын боламыз. Неке, мен сыр мен теркадан шығарып әсемдедім. Каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырғандарыңыз үшін рахмет. Алда әлі рецепттер болады.